Қайырлы күн, достар. Бүгін ет пен bulgurден өте дәмді ас дайындайтын боламыз. Бұл үшін әуелі етті алдын ала 2 сағаттай пісіріп, дайын болған соң сорпасынан сүзіп аламыз. Содан соң жасыл бұрышты алып, пияз, сарымсақ, сәбізді тазалап, жуып тураймыз. Bulgurды салқын суда жуамыз. Қызып тұрған табаға пиязды салып қуырамыз. Содан соң сарымсақты саламыз. Араластырып отырып, сәбізді саламыз және оны да қуырып аламыз. Үстіне жасыл бұрышты қосамыз. Қара бұрыш себеміз, тұз қосамыз. Содан кейін bulgurды салып, барлығын араластырамыз. Ет қайнаған сорпамыздан 2 стакандай құямыз. Қазанның қақпағын жауып, баяу отта 40-45 минуттай бұқтырамыз. Дайын болған соң bulgurымызды табаға салып, үстінен етті ретімен қойып шығамыз. Үйдегілерге, қонақтарға ыстық күйінде ұсынуға болады. Міне достар, дәмі тіл үйіретін ерекше тағам дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазып лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.